Абай шығармашылығы қазақ әдебиетінің, әлем әдебиетінің, адамзат қоғамының өшпес, ескірмес асыл қазынасы. Абай сүйіктұлы Әбдірахманға бірнеше өлең арнаған. «Я Құдай бере көр, Алланың рахматын, тілім саған айтайын» өлеңдері айықпас дертке шалдыққан ұлына тағат таппай қиналғанда хат түрінде жазылған. Өлең өзегінде әкенің үміт қайғы, зар үні қатар өріледі. Ал кешек өткен Ерәбіш, тұла бойың ұятар едің, талаптың мініп тұлпарын, арғатасы қажеді. 27 жасында орынсызды айтпаған, бермеген құлға қайтесің сияқты өлеңдері өмірден ерте үзілген сүйікті ұлының қазасына айтылған әке азасы жоқтау өлеңдері деуге болады. Әбдірахманға арналған бұл өлеңдердің мағыналық ауқымы жоқтау өлеңдерінен әлде қайда кең. Автор кешек өткен Ерәбіш өлеңінде өз баласы дүниеден өткен сәттегі ауыр қайғысын, күйінішін ғана жеткізіп қоймайды. Адам бойындағы асыл қасиеттерді барынша жарқырата көрсетеді. Білімге құштар талапты жастың ерте қиылып, жарқын істердің халық игілігіне қажет дүниелердің өліп бара жатқанын күйіне жырлайды. Ақын Әбдірахман бойынан толық адам қалпына сыятын барлық қасиеттерді көреді. Адам барлық қасиетімен кемел, толық болу үшін қайрат, ақыл, жүрек бірлігінің болуы шарт деп түсіндіреді. Әбдірахманның жүрегі жылы, бойы құрыш, туысы жанынан бөлекті, ғылымға көңілі зеректі дей отырып, ақын Әбіштің бар қасиетімен кемел екендігін танытады.